Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін 10 келіге алюминиевый банкалар, яғни мохито мен кареван банкалары жетті. Азғантай үстіне осындай платадан шыққан алюминиеварды қосып жүрдім. Салмақ болсын деді. Бұдай мясорубка, ет тартатын. Бәрін қазір өткіземін деп ойлап отырмын. Велосипедпен. Осыны қазір өткізейік. Жаяу осылай жетектеп металломға бара жатырмын. Күн ыстық. Аз қалды темір алатын жерге. Жолда заттар табылып жатыр, бірақ әлі алуға мүмкіншілік болмады. Еще шалбар киіп алғам. Қазір осыны өткізіп, кішкене заттар табылса, жүріп көрейік іздеп. Темірді өткізіп шықтым жаңа. Жолда біршама заттар жатқан. Ала алмадым, қазір бүкіл тапқан нәрсенің бәрін алып кетейік. Бірінші табылған затымыз темір. Сосын тоже темір. Жолда пауэрбанк жатыр. Что-то дутый ғой, ісіп біткен, бүйтіп үрленіп тұр. Мынаны тоққа тығуының керегі жоқ ау. Алып көрейік, ішін ақтарамыз. Алдында гайка жатыр. Темір қатарына қосамыз. Өзен ағыс, мұнда бір кісілер жылқы бағады. Алдындағы жылқыны ағыстың ортасына байлап қойыпты, екі жағынан арқанмен. Неғып өйтті екен? Ар жақта жылқылар бар. Су деген ағып тұр. Күн деген керемет болып тұр. Сол өзіміздің көпірде кетіп бара жатырмын. Бес тенге. Қорғасын. Жаңа бір қорғасын табылған. Ар жақта бір жерде қорғасын жатқан, жаңа адам өтіп жатқан соң тұрғанмын ғой. Бес теңге табылды. Бүгін жүріп табылған бүкіл заттарымыз. Мынаны түсірмедім, енді өзіме керек. Темірлер, 4 қорғасын,
65 теңге. Мыс. Одан кейін пауэрбанк. Гайка. Пауэрбанктың бағана кнопкасы болған. Короче, ісік біткен. Мына зарядкаға қойса атылады. Ішін ақтарып көру керек. Сол азғантай темір. Бағана осы жолмен жүргем. Сол кезде жолдан 120 теңге тауып алдым. Мынау темір өткізбегеннен кейін біраздан кейін жүргем ғой. Бір жұмыстармен. Мыс табылды осындай. Одан кейін бір қорғасын табылған сол кезде. Мынаны ақтарып көрейік ішін. Бүгін 10 келідей алюминиевый банкалар өткізгеннен табылған шыққан ақшамыз 4100 теңге. Бір келісі қазір алюминийдің бағасы өсіп, бір келісі 400 теңге болды Алматыда, Алматы қаласында. Бүгінгі пайдамыз. Сол азғантай табылған темірлеріміздің салмағын өлшегенде мына дұрыс күшті болды. 435 граммдай темір табылды. Қазір пауэрбанкты ашып көрейікші. Ішіне плата болады, азғантай мыс болып қалуы мүмкін. Мен жинап жүргем қорғасын. 2 келіге аз қалды. Қазір жақын арада 2 келіге жетсе, өткізу ойда бар. Соны көреміз. Мына мыстарды мысқа қосамыз. Бүгінгі табылған мыстар көлемі ақтоқты тазаладым. Сосын қорғасындар. Мына бір қорғасын бағана вейктің басқа бір қалтасына қойыппын. Ұзақ жүрген жоқпыз. Сол 6 қорғасын табылды. Негізі жаңадан шыққан қорғасынның түрі осындай болады. Барлық табылған қорғасындар осы. Осымен видео аяқталды. Соңын асығыс түсіріп кеттік.